Алдағы уақытта спорт саласындағы заң жаңарады. Құжатқа енгізілетін өзгертулер бұқаралық спорт пен балалар спортын дамытуға зор серпін береді. Бұл ұлт саулығын сақтау жолында маңызды салалардың бірі, сондай-ақ болашақ жеңімпаздар шоғырын даярлауға жол ашады, деді президент. Қасым-Жомарт Тоқаев олимпиадаға қатысушылармен кездесуінде спорттағы нақты міндеттер мен басымдықтарға да тоқталған болатын. Мемлекет басшысы бүгін депутаттарға осы маңызды заң жобасына айрықша мән беруді тапсырды. Баршаңызға мәлім, мен бұқаралық спортты дамытуға ерекше мән беріп отырмын. Жастарымыз дені сау, мықты азамат болып өсу керек. Сондықтан ұлт саулығын сақтау үшін бұқаралық спорттың маңызы айрықша. Жақында мен олимпиадаға қатысушылармен кездестім. Спорттағы нақты міндеттер мен басымдықтарға тоқталдым. Шын мәнінде бұл саладағы заңнаманы жаңартатын кез келді деп ойлаймын. Бұқаралық спортты дамыту жолына заңға да жақсы бір өзгерістер керек деп айтылды. Мен ойлаймын, қазір заң мәжілісте сол заңға бір жақсы өзгерістер кіргізілу керек. Мысалы, мынау профессионалдық жаңағы клубтардағы бөлінген ақшаны азайтты ғой, сол азайтқан ақшаны мына ауыл спортына бағыттап, ауыл спортын дамытуына арнайы бір қоғам құрып, клуб бола ма, республикалық деңгейде, облыс деңгейде, аудандық, округқа дейін жететін вертикальмен сондай бір қоғам құру керек.